Кеш жарық, сәлеместер ме қадірлі түнгі сырдың жалпы тыңдармандары. Назарларыңызда бүгінгі түнгі сыр, сіздерді жалғасты тыңдарман болуға шақырамын. Әрқашан қуаныш, бақыт, денсаулық тілеймін сіздерге. Аса қадірлі ұлағатты ұлы халық, сүйікті тыңдармандар. Мынау тал бесіктен жер бесікке дейінгі балтаның сабындай қысқа ғана өмірде біз талай белестен, талай арманнан, талай сәтсіздіктен әсте аулақ бола алған емеспіз. Бір тонның ішінде талай арып, талай семірдік. Жастық дәуір, мастық дәуір дегендей, жер ортасы 35-тен асқанша ақыл есің айта қалсын дұрыс болмайды. Егер сіз мынадай ақыл нәрін есіңізге ала жүрсеңіз, үнемі оқи жүрсеңіз, басқада адамдық жолда ала жүретін керекті тастарды тере жүрсеңіз, бәлкім алдағы өміріңізде бірер істеріңізге ес қатып қалуы ғажап емес. Ендеше ақыл нәріне бірге үңілейік. Жастарға тәрбие, жалпыға кеңес деген кітаптан өзімді ұсынамын, қадірлі тыңдарман. Адамды арман итермелеп мұрат жеткізеді. Жігер жаниды, нәтиже шыңдайды. Табыс талаптан, білім талпынудан келеді. Үйрену мен жасампаздық балжаласқан ғашықтар есептелінеді. Ал салақтық пен еріншектік таттанған құлып, ол ақиқаттың, ақыл парасаттың және қабілеттің қамбасын бекітіп, сізді тұрмыс, үйрену, қызмет жақтарына мәңгі жұтаң күйге түсіріп қояды. Егер табысқа жетемін десең, тұрақтылықты дос, тәжірибені ақылшы, арманға қиялмен жетуге болмайды ғой. Оған аса мықты қайрат, табандылық, төзімділік керек. Адамға зор денсаулық, қолайлы орта, сенімді серік, жақсы бала, қажымас қайрат, болашақ арман, көңілді күн болғанда ғана ұзақ жасай алады. Адамзатта бір ғана қырсық бар, ол надандық. Бұл қырсыққа бір ғана дәру бар. Ол ғылым, білім, қайғыдан ерлік туады, рақаттан ездік туады. Дүниеде екі түрлі адам болады. Бір түрдегісі өмірін босқа өткізеді. Олардың назарында тұрмыс бейне келіскен ұйқы. Егер осы ұйқы мамықтай жұмсақ төсекте өте берсе, оған соншалық бақыт сезіледі. Ал екінші түрдегі адам мәнді тұрмыс кешіреді. Олардың назарында тұрмыс дегеніміз үлес қосу. Ұлы адамдар үлес қосуды бақыт жарату дейді. Білім шыңына қаншалық биік көтерілсең, көсіліп жатқан көркем көріністер соншалық толық көрінеді. Адамның сапасын өлшейтін екі түрлі өлшем бар. Бірі білім, енді бірі білік. Білім мектептен, кітаптан келеді, білік ананың ақ сүтінен келеді. Біліміне білігі сай адам ғана толымды адам бола алады. Білім іштегі нұр, өнер сырттағы гүл. Заман қамын ойлаған саналықтың белгісі, адам қамын ойлаған даналықтың белгісі. Жастық азып тозатын мезгіл емес, қайта әрленіп, нәрленіп тұратын мезгіл. Адамның құны оның қол жеткізген табысында емес, қайта оның қосқан үлесінде. Адамның адамгершілігі бір істі бастауынан байқалады. Өмірдегі ең үлкен қаржы қосу, үйленер жанды дұрыс табу. Маңына ұрық шашпаған жақсылық, жапанда өскен жалғыз бәйтерек. Білімді адам бір кесек алтын. Ол қайда барса да қадірлі. Надандық ежелден адамдарға бақыт әперген емес. Бақыттың төркіні білім. Ғылымды қастерлейтін адам ұлы. Өткенді ұмытудың өзі опасыздықтың белгісі. Ғылымда аспайтын қыр, ашпайтын сыр жоқ. Жақсы жігіт білім іздейді, жаман жігіт шылым іздейді. Зеңгір көкке талпынсаң, самсыған жұлдыз арасында көз ілетін боласың. Талғамың теңіз болса, маржан құздар мәңгілік тұрағың болады.
Таза судың дәмі болмаса да қуаты болады, таза жанның малы болмаса да ұяты болады. Сорланған кезіңде арланба, сорлану бақыттың анасы, еңбектену атасы. Оты болмаған жігіттің көңілі қаран, үміті болмаған адамның өмірі қаран. Жұрттан ұялған жақсы, ең жақсысы өзіңнен өзің ұялғаның жөн. Отбасы сәні сыйластық. Бала сіздің ғана қуанышыңыз емес, келешек заманның қуанышы. Ол үшін еліміз алдында жауапкер екеніңізді әрдайым есіңізде сақтауыңыз керек. Бала тәрбиесінің ең үлкен мектебі ер мен әйелдің, әке мен шешенің бір-біріне қарым-қатынасы арқылы көрнектіленеді. Жастық шағыңда үйленуге асықпа, үйренуге асық. Әрекет адамның жастық көктемін сақтайтын құдіретті күш. Әрекетті ұдайы дағдыға айналдыру, аурудың алдын алудың ең тамаша тәсілі. Білімсіз адам мейвасыз ағаш, оқусыз білім, білімсіз күнің болмайды. Адам өмірінің ең зор қуанышы, еңбегінің жанғаны. Диқандар мол өнімнен, жұмысшылар өндірген өнімнің сапасынан, мұғалімдер оқушыларының нәтижесімен қуанып жатады. 1 сағат ашуланудың зардабы 6 сағат үздіксіз қызмет істегенмен барабар. Ашулану ерекше күш-қуат сарып етіп, ауруға қарсылық қуатты әлсіретеді. Түрлі ауру тудырып, от алып қопаға түсіреді. Кейде жаныңызды алуда ғажап емес. Адам биік болса да заң астында, тау биік болса да күн астында. Заманына қарай адамы, адамына қарай қадамы болу. Қараңғы түнді таң айырады, ақ қараны заң айырады. Заманына қарап заңы, тоғайына қарап аңы болады. Судың кеудесін көпір, содырдың кеудесін үкім басады. Елді қу бұзады, сүтті су бұзады. Жерді сор бұзады, адамды сөз бұзады. Қай жерде өсекшілер бәсекелессе, сол жерде қылмыс күмәнділер көбейеді. Кімде-кім жек сұрынысын байларға рақым етсе, екі түрлі қателікке жол бергенмен бірдей. Бірі қол үшін беруге жарамайтын адамға қол үшін беру, енді бірі өзін қатерге итеру. Алдам көстері өзін ақ көңіл адам ретінде көрсетуге тырысады. Мына Қараменде шешеннің Жидебайға айтқандарын тыңдап көріңіздер. Туысы жалғыз кісінің шығар-шықпас жаны бар, туысы екі кісінің өкпе бауыр жалы бар. Туысы үшеу кісінің жағасы жайлау, төбесі қыстау қалы бар. Інісі бардың тынысы бар, жақсы болса тынысы бар, жаман болса құтыла алмайтын жұмысы бар. Баласы бардың панасы бар, жаман болса құтыла алмайтын пәлесі бар. Ағасы бардың жағасы бар, жаман болса бет аузыңа ат тепкендей жарасы бар. Тозған ескі қайықтан жаңа жасалған сал артық, сөз ұқпаған дүлейден ескірмеген бала артық, мейірімі жоқ ауылдан мол орманды дала артық. Жеменқор болған ұлықтан зияны жоқ аң артық, көргенсіз өскен жігіттен жайылып жүрген мал артық. Ағашы сирек тоғайдан жиі өскен тал артық, қағысып қалса шынаяқ, жар салып жұртқа дүрлікпе, кешіре сал қумаяқ, өмірдің сәні тірлікте. Мына заман, ұшқан құстай кеткен заман, білімі мен парасаты барларға озған заман, көз аясы тарлар, білері шанақты, ойламы шолақ, қолы олақ, қимылы салақ, ішетіні арақ, жоспары жоқ, санасы бұлдыр, есепке шорқақ, жүрегі қорқақ елдің қалай көшерін білмейді. Жетелесе жүрмейді, байғанды қойып тозып жоғалады. Бір күні көл, бір күні шөл, бірде масайрап жүреді, бірде тас шайнап жүреді.
Сонымен қадірлі түнгі сырдың жалпы сүйікті тыңдармандары, түнгі сырдың бүгінгі кезегін осы арада тамамдаймыз. Ден қоя тыңдағандарыңызға үлкен алғыс.